Отношения. Бүгінгі тақырып отношения, денсаулық және әлеуметтік желіден жоқ болуым. Барлығы бір отношенияға байланысты. Мен 4 жыл қарым-қатынаста болдым. Сол уақыттары көп дүниеден бас тарттым. Біріншісі контент, екіншісі ол адам ешкіммен араластырмады. Почти. Сол себепті контентіне де мән бермедім. Ал үшіншісі ол денсаулық. Өздеріңіз білесіздер, қандай ұзын шаш болатын, шаштарым түсті. Оның барлығын қазір айтып беретін боламыз. Негізі адам бір-біріне жақпаған кезде Аллах тағала әрқашанда бір знак береді екен. Бұл сенің адамың емес деп. Бірақ адам жақсы көргеннен кейін ештеңені көрмейді екен. Сол уақыттары менде проблема басталды. Яғни мен бұрынғы Диконы сіздер танисыздар, қандай толық болдым. 52 килограммнан 42 килограммға түстім. Шаштарым қандай қалың болатын, ұзын болатын. Соның барлығын біліп тұрып, менде отношениядан бас тарта алмадым. Бұл нездоровый отношения шығар бәлкім. Негізі адамды таңдаған кезде дұрысынан сені өшірмейтін, көтеретін адам таңдаған дұрыс екен. 4 жыл өтті, өте көп уақыт әрине, бірақ сол 4 жылдан кейін енді түсіндім, енді есімді жидым, өзімді жақсы көріп бастадым. Менде шашым түскеннен алопеция, яғни домалақ болып шаштарым түсіп бастады. Ол 1 жыл емес, бастапқы отношениядан бастап білген жоқпын негізі, өйтіп шашым түседі, азып кетемін деген ой болған емес. Мән бермедім біраз уақыт. Одан кейін аздым. 52 килограммнан 42 килограмм деген ол уже дұрыс емес. Кейіннен ауыра бердім, күшім қалмады, әлсіредім. В итог өзім қалдым. Ол адаммен айырылысып кеттім. Ол адамды сыйлаймын, құрметтеймін, бірақ менің адамым емес екенін кеш түсіндім. Контент бойынша келетін болсақ, осының барлығы өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай енді бастап жатырмын. Бұйырса Алла қаласа алдағы уақытта пландарым өте биік, бірақ адамдар айтып жатар 4 жыл бұрынғы Диконы мен сағындық, оралшы деп. Енді өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай бір отношениямен барлығын әшейін жоқ қыла салдым. Себебі күшім болған жоқ, идея болған жоқ, талпыныс болған жоқ, поддержка болған жоқ. Өзім деп жүрдім, бірақ адам өзі жалғыз ешқашанда биікке көтерілмейді, қасында адамдар, сенімді адамдар болмаса. Сол себепті де көп дүниеден бір адам үшін бас тартуға тура келді. Енді қазіргі таңда мен өзіме келдім, денсаулығым да жақсарды. Қазір отношенияға стоп қойдым, себебі қазір менде бірінші орында жұмыс. Мен бұрынғы аудиториямды қатты сағындым, себебі бұрынғы аудиториям прям жаңадан тіркеліп жатқан оқырмандарым да бар. Қош келдіңіздер, сіздерден қолдауды өте қатты күтемін. Басқа адамдардан емес, сіздерден қолдау күтемін. Қатты сағындым, бұрынғы Диконы сағындым, өзімде шынымен. Күнде сторис, күнде рилс, не керек барлығын түсіретін. Сол себепті де оралғым келеді, оралдым да. Сол жақсы көрем сіздерді, күтем қолдауларыңыз.